Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көкөністермен галета дайындаймыз. Әзірленуі тез, әрі өте дәмді. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге әзірлеңіздер. Елеуіштен өткізілген 350 грамм ұнға 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қантты қосып араластырамыз. 180 грамм сары майды қосып біріктіреміз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Шамамен 9-10 ас қасық мұздай суды қосамыз. Қамырымыз жұмсақтау болып шығу қажет. Ұнымыз әртүрлі болғандықтан мүмкін үстінен 1-2 ас қасық мұздай су қосарсыз. Бұл қамырдан 2 орташа галета шығады. Сондықтан 2-ге бөліп, тоңазытқышқа жарты сағатқа жібереміз. Үлкен емес 2 дана баялдыны турап шығамыз. Табаға май құйып, баялдыны қуыруымыз қажет. Екі дана қызанақты тураймыз. Қалауыңыз бойынша кез келген ірімшікті алып, бірдей көлемде тураймыз. Мен моцарелла ірімшігін қолдандым. Тоңазытқыштан қамырды алып шығып, бірден пергамент қағазында дөңгелек пішінге келтіріп илей бастаймыз. Видеодағыдай баялды, қызанақ, ірімшікті кезектеп қойып шығамыз. Қамырдың шет-шеттерін көкөністің үстеріне қойып, қысып шығамыз. Сары уызбен қамырдың үстінен жағып шығамыз. градуста қызып тұрған пешке шамамен 25-30 минутқа жібереміз. Өте дәмді, баялды, қызанақ пен ірімшіктен жасалған галетамыз дайын болды. Міндетті түрде отбасыңызға әзірлеп, дәмін татып көруге кеңес беремін. Және қамырды бір күн бұрын дайындап, тоңазытқышқа салып қойсаңыз болады. Ал келесі күні салмасын сала берерсіз. Осылайша уақытыңызды үнемдеп, дәмді галета дайындаңыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер.